То есть бұл жерде айтылған күпірлік ол үлкен күпірлік емес, кіші күпірлік болып есептелуі айтылуы мүмкін дейді осындай вариант. То есть үш вариант. Сендерге Раббыларыңнан түскен нәрсеге еріңдер дейді. То есть Раббыларыңнан түскен нәрсеге. Вала таттабиу мин дунихи аулия, яғни одан басқа не әулие әмбиелерге несінелер ермеңдер дейді. Вала таттабиу дунихи. Қалила ма тадаккурун, сендер аз не еске аласыңдар дейді. То есть бұл жерде не ма унзила илейкум мин роббикум деген сөз, сендердің Раббыларынан түскен нәрсеге еріңдер деген сөз. فَمَيَّزُوهَا مِنْ كُلِّ دَخِيلٍ, то есть сүннетті барлық ішіне кірген жаңалықтардан ажыратып беретін адамдарды шығарып берді бізге. То есть көптеген мұхаддистер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисін бізге тазартып қалтырып кетті да. То есть мынау бидағат, мынау даиф, мынау матрук деген сияқты өтірік хадис, ойдан шығарылған хадис деген бәрін ажыратып бізге қазір жазып берді. Бізде тек қана не кітаптарды зерттеп соны қарау ғана қалды и все. То есть бізге қазір бір ой мынау өтірік хадис екен деп бізге зерттеу қойған жоқ. Олар зерттеп тастады. Сол да Алла Тағаланың бізге осы дінді сақтаймын деген кепілдігіне арқылы не істеп жатыр, келіп жатыр дейді. وَصَانُوا مِنْ كُلِّ مَنْ أَدْخَلَهُ الزَّائِغِينَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَتْ وَاضِحَةً كَوْضُوحِ الشَّمْسِ بَيِّنَةٌ كَفَلَكِ الْفَجْرِ дейді. То есть тіпті яғни осы нәрсе бізге анық ашық халде келді, тіпті яғни фаджрдағы шығып жатқан не таң сияқты дейді. Сол сияқты Алла Тағала бізге хадис ғалымдарын қалдырды дейді. Әр заманда сол әр даифті, мауду ойдан құрастырған, маклуб, яғни жалған хадистердің бәрін ажыратып беру үшін сондай не ғалымдарды келтірді дейді бізге. وَبِهَذَا تَعْلَمَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ. Яғни осы нәрсенің барлығынан кейін не дейді? Бағанағы айтқан сөзіміз, яғни дәлел келтірілді деген сөз айтып жатырмыз ғой бағана. Мәтінде не деді? Адамдарға уже доказательство келді деген сөз осы нәрсені меңзеп жатыр. Дәлел уже келді. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَن تَتَّبِعَ الْحَقَّ. Саған тек қана осы ақиқатқа еру ғана қалды. Ешқандай бір ақиқатты сен мына жерден ажыратып бер деп бізге ешкім айтып жатқан жоқ. Сол ақиқатты оқыды, соған еру ғана қалды деп жатыр. وَتَبْحَثَ عَنْهُ فِي مَصَادِرِ لِتَعْلَمَهُ وَتَعْمَلَ بِهِ. То есть сен оны сол жаңағы мастар деген сол источниктардан іздейсің, соған оны үйренесің және соған амал қыласың. وَتَدُلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِسْتِرْشَادَكَ. Соған, яғни не істейсің? Сен біреу жол сұраса, соған жол көрсетесің. Соған нұсқайсың осы нәрсеге. Ақиқат қайдан іздеймін деп осыны айтасың деген айтып жатыр да. ثم علم أن الحق ما جاء من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه والسنة وإن قل أهله ومعونته. Сосын дейді, біліп қой дейді, шынында ақиқат және ол Алла Тағаладан келген және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келген нәрселер ақиқат болып есептеледі дейді. وإن قل أهله ومعتنقوه дейді. Тіпті сол ақиқатқа ұстанып, немесе сол ақиқатпен жүрген адамдар аз болса да дейді. Ақиқат әрдайым осы нәрседе. То есть ақиқат адамдардың количествосына қарамайды. Ақиқат именно неге? Құран, сүннетпен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолдары, сахабалардың жолдары. Тіпті ол ұстанып жүрген адамдар аз болса да. فَمَا جَاءَ مِنَ الشَّرْعِ فَهُوَ حَقٌّ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِهِ وَإِنْ خَالَفَ أَكْثَرَ النَّاسِ. Шариғаттан келген нәрсе болса, ол ақиқат болады. Ақиқат болып есептеледі. Және сол нәрсеге еруге бұйырылады дейді. Тіпті خَالَفَ أَكْثَرُ النَّاسِ. Тіпті яғни адамдардың көбісі ол нәрсеге қарсы шықса да дейді. وَقَلَّ مُتَّبِعُوهُ. Яғни сол ақиқатпен жүрушілер аз болса да.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Сосын дейді, біз саған не істедік? Алланың әмірімен не бір шариғатты бердік дейді. Фаттаби'ха, оған ер дейді. Вала таттаби ахва алладина ла я'ламун. Яғни білмейтіндердің не қалауларын артынан ерме дейді. Иннахум ла юғну анка мин Аллах шай'a. Яғни олар саған ешқандай не пайда келмейді. Ешқандай ақиқатта болсаң, ол нәрсе саған ешқандай не болмайды, зиян болмайды дейді. Шындығында, яғни залымдар бір-бірімен өздеріне дос болады дейді. Аллаху валиюл муттақин. Ал тақуалық қылғандарға Алла Тағала не дейді? Аулия, вали болады дейді. Сол үшін дейді, фахрис я ибадуллах алаттибал хақ. Алланың құлы, ақиқатқа еруге тырыс. Васулук сират мустақим. Яғни тура жолмен жүруге тырыс. Вал иқтидай бис салафи аували асхаби Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Әуелге болған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының жолымен ер, яғни салафтардың жолынан ер дейді. Вала тастаухиш мин қиллати саликин. Және сен ва касратул мухалифин, яғни жүрушілердің аздығы және қарсы келушілердің көптігі не болмасын, қорқытпасын дейді. Фақад кана Ибрахим алейхиссалам умматан вахидатан ва биллахи тауфиқ. Ибрахим алейхиссалам жалғыз өзі не болды? Үмбет болып есептелді дейді. Алдында айтып қойдым жаңағы. Хижр 9. Анас ибн Малик. Сонда сіздердің даже намаздарың Мимма адракту илля хазар. Яғни Пайғамбар саллаллаху заманынан сен тапқан нәрселерім сендердің ішінде тек қана намаз ғана қалыпты. Намаздарың ғана ұқсап тұр деген мағынада айтқан. Және ширк жасай кетсе ол жерде қалай болады? Ширк жасаса без сомнений діннен шығады. Это все? Кім ширк істесе, ол діннен шығады, кәпір болады. Сразу автоматически. Жатсас не бізде мешітте ауылда тұра ма? Мешітіміз бар ғой ақырында. Сол кейде имам болмай қалады да, жамағат айтады, не жұманы сен оқиды. Я имею право, да? Мен етпеймін деймін, өзі оқиды. Не айту керек, сол имам болып қалса. Хұтбада екі не айтасыз? Екі хұтба, хұтбада сол жаңағы Алланы мақтайсың, уағыз айтасың. Арабша болмаса орысша, қазақша айта береді. Арабша айту керек. Енді арабша жаңағы сол басқа алхамдулилля уассалату вассаламу ала расулилля инна алхамдулилля деген соларды айтсаң болды. Бір хадис айтсайды. Бір хадис айтсаң. Бір хадис потом. Инна амалу бинният. Шаркын персін. يعلم رحمك الله أنه يجب على مسلم مسلمة жаттаған мәтінді айтып шықсаңдар болды. Оқылықтан қанша жақын мұнда? Жақын ғой, Дәл осы жерден 40 шақырым болды. Жұмаға барып сезім келе шығып.